бешбармақты деген атауды Ресей патшалығына кіре бастаған кезімізде, бодан бола бастаған кезімізде, 18 ғасырдың ортасынан былай қарай орыстың тілмаштары, татар, башқұрт тілмаштар солай бешбармақ деп орыстарға түсіндіру үшін айтып жіберген. Соны біз қазір бешбармақ, беш деп отырмыз. Ол енді біздің өзіміздің бас тағамды мазақтау. Ол бешбармақ емес. Мына Зейнолла Самашев деген археолог ағамыз Берелде ме, мына шығыстан кәдімгі қорғаннан үйік. Содан жылқының етін тапты. Суреті бар, бәрі бар. Қойдың басы бар, жамбасы бар. Кәдімгі астауда, тегенеде, сол күйінде кәдімгі жерленген адаммен бірге. Яғни сол кездегі танымға сәйкес. Яғни ас деген сөз, қазір бешбармақ деген сөздің өзі о баста ас қой. Ас деген аспан дегенді білдіреді. Яғни көкке құрмет көрсету, көкке ас беру дегенді білдіреді.